Мына Алатау ауданының халқына өзімнің еңбектерімді көрсетейін деп, өзімнің қолымнан жасаған кескіндемеші ретінде және мүсінші ретінде бірнеше жұмыстарымды алып келіп отырмын. Осы неде кішкенде көрмеде мынау осы көрмеге бірнеше 10 шақты, 13 шақты живопись кескіндеме жұмыстарымды алып келіп отырмын. Біздің Шәкәрім атамыздың портретін, мынау композиция 21 ғасыр деген жаһандану темасына осы космоспен байланыстырып, мына адам баласы бүкіл табиғат немен космоспен байланысты болады. Соған бір үлкен композиция жасағам. Соны алып ең свежий кейінгі жұмыстарым осы. Соның ішінде мынау Жамбыл мекені деген жерде, мынау Көктөбені, мына жақта Көктөбе, және анау біздің Алатау, Медеу, соңғы натюрморттар бірнеше. Көлсай дегенге арнап натюрмортты пейзажбенен байланыстырып жасағам. Мынау коррупциямен күрес деген бір қорамда, менің ауламда тастардан жасаған мүсіндер бар. Соның біреуін алып келіп отырмын, коррупциямен күрес. Мына батырды оянттырып, ішін жарып, коррупционерлер не істеп жатсыңдар мына деп ішінен жеген нелерінің бәрі түсіп жатыр мына. Жеген машина, коттедж, бірдемелер сондай. Осы кескіндеме живописпен байланысты мен кейінгі кезде осы ағаштан ойып мына мүсіндер жасаудамын. Мысалы, мынау шешемнің портретін немересінің арқасына алып, өзімді де талай арқасына алып, кішкене күнімізде асырап өсірген менің шешем марқұм болып кеткен. Мынау Қорқыт қобызшы қазақтың. Мынау менің қарындасымен күйеу баламның осы биыл юбилей бір несі болды, мерейтойы, соған арнап қарындасымен күйеу баламның баласыменен, кіші баласыменен қазір осы Қарағайлы жерде өмір сүріп жатыр. Соған арнап мынандай бір мүсін жасадым. Соның кейін мына жерде Мұқағали Мақатаевқа арнап мына мүсін жасадым мынау Мұқағалиға. Мынау бір подставка, мынандай ойып өзімше былай бір композиционны тауып. Мынау Нұрғиса Тілендиевке арнап бір өте бір неменен неше түрлі өзінің тірі уақытысында ол кісіге арнап үлкен картина жазғам мен. Бір ай жүріп, артынан қалмай жүріп, өзінің портретін ортаға тұрғызып, отырар сазы оркестрі туралы картина жазғам. Соны есіме түсіріп, соған арнап бір, мынау әйелі, мынау Гулияның портреті, мынау автопортреті өзімнің, мынау немере қызым қазір 11 класты бітіріп жатыр. Мынау бір подставка соған бір өзінше композиция тауып, мынандай бір қарағаштан ойып, кейін кезде мынау суретші деген бұрынғы ұлы суретшілер бәрі мүсінмен де заниматься еткен сонда. Соның кейін мынандай бір биыл неме байланысты бір соның копиясын, несін, репродукциясын әкеп отыр, Өмір өзен деген үлкен бір картина жазған. 10 жыл жаздым осы картинаны. Сонда бұл панорама ғой? Панорама үлкен, ұзындығы 23 метр, биіктігі 170 сантиметр. Осы жерде өзімнің туған күнімнен бастап, қазіргі күнге дейін заманның өзгерісі, өзімнің өмір баяным арқылы. Туғаныңыз? Иә, мынау туған жерім. Осы шешеміз баяғы соғыстан кейін уақытта осындай тоқалтамменен осында тұрып, бізді асырап, мына төңіректе мен балалық шағымда жаңағы балшықтан нелер жасап, ойнап, үйдің төңірегін осындай топырақтан жасаған мүсіндермен толтырушы едім. Қазір үйдің төңірегін уже тастардан, ағаштан ойып, уже кәсіби суретші ретінде шығармалар жазып жүрмін. Соған арнап мынандай үлкен картина жаздым мені. Содан бастап бұл Қызылту 3-ші колхоз Іле ауданы Талғар жақтағы 3-ші Қызылту. Мен сол жерде туып өскен осы Алатаудың бөктерінде. Өмірі сонда сол ауылдың өмірі? Сол ауылдың өмірі сол жердегі. Мынау Қазақстан соның кейін ес біле оқып Қазақстанды қалай өркендегенін бірінші мына Түрксибтің келгені, одан мына Целина, мынау
жерде біздің президентімізді, президентімізді ортаға алып, мынау СССР-ден бөлініп, жеке республика болып шықтық қой. Отау құрдық. Соны ортаға ені алып, шаңырақты көтерген отау иесі сияқты тұр ғой. Мынау Москвада көрдің бе, СССР бөлініп, Қазақстан жеке шықты деген. Мынау жаңағы композиция үлкен. Мұнда жаңағы Олжастың жаңа нені тоқтатқаны жаңағы. Полигонды тоқтатқаны. Сонда бұл қазақтың былайша айтқанда тарихы. Мынау қазіргі ойын-сауық бүгін бәйгені көріп отырмыз ғой. Сол уақыттағы қазір бұрынғы заманда бұдан да күшті нелер болған ғой енді, ойын-сауықтар, сайыс, күрес, жаңағы ақындар айтысы, осыны келтірдім. Мұнда біздің көшпенді халық болып өткен халқымыз мына түрксіб, мынау Түркістандағы мына қазақтың көшіп қонып жібек жолы сияқты. Мұнда біздің астанамыздың ашып, сол астанаға барғанда жаңағы маған шақыртып әлгі звание беріп, мені құттықтап жатқан мезгілін мен өзім сочинять етіп, мынау менің өзімнің туған туыстар, жолдастар келіп құттықтап жатқаны. Мынау енді Қазақстанның картасының фонында біздің мына мына 300-дің несін, шаңғырағын басын қосып, радуга менен мұнда белгілі адамдар, мұнда бір топ жазушылар, мұнда бір топ суретшілер. Сол кезде мен бітіргенде 6-шы жылы 10 жыл жаздым осы. Тасмағамбеттің бейнесін жаздым. Мұнда ойна күліп, мейрам болып жатқан уақыт. 300-ді сонда мынау шаңырақпен шаңырақпенен, кемпір қосақпенен шаңырақ бәрі бірігіп, кемпір қосақ, табиғат бұны қолдап жатыр деген мағынада. Кереге уықтары, 300. Мынау енді қазір тыныштық уақыт біздің Көктөбені, әлгі Медеуді, ойын-сауық, қазақтың бұрынғы ойын, ойнайтын әлгі сүйек ойнап жатқан, мынау Алдыбақан, мынау біздің Көктөбедегі жаңағы гүлденіп келе жатқан. Сол уақытта мына Тасмағамбетов осы бізге бір не жасаған, пленер жасаған. Сол ойыма түсіп, осымен бітірдім мен осы. Аға, мынандай сұрақ, бұл панораманы басқа жерден көруге бола ма? Бұны мен осы биыл мына Алматыда қазір Қастеев музейі ремонтта осы жылдың аяғында аяқталып қалады. Жұмыстарым менің көп, 1000-ға жететін жұмыс бар енді. Соның ішіндегі іріктеп, соның ішінде осы Өмірөзен дегенді қояйын деп отырмын. Алатау ауданымыз өркендей берсін, міне 3 жылдықта мынандай үлкен нәтижеге жеткенде, енді бұдан да 5 жылдық, 10 жылдық үлкен мерей, үлкен табыстарға жетіп, ауданымыз, қазақ халқымыз осы жерде өркендеп, халқымыз риза болып, үлкен нелерге жетейік.